біздің үлкен мақсаттарға жетуіміз кішкентай қадамдарымызға да байланысты. Кішкентай қадам деген не? Мысалы, сіз дәл осы қазір үйде отырып алып, сол бір қадамыңызды жасай аласыз. Мысалы, менің постыма, немесе мен сияқты блогерлердің посттарының астына жақсы бір комментарий қалдыра аласыздар, иә? Сол бір комментарийіңіз сол блогерге қуаныш әкеледі, және де сол блогердің посттарының әрі қарай дамуына көмектеседі. Сол сияқты, мысалы, такси қызметін қолдандыңыз, 480 теңгеге шығып тұрса, 500 қылып төлеңіз, немесе 600 қылып төлеңіз, яғни артығымен беріңіз. Және де сол қызметін таксист атқарып болғаннан кейін 5 жұлдызды басшы беріңіз. Яғни сол бір таксист үшін ол өте үлкен сый десе де болады, себебі сол адамның қызметінің рейтингінің өсуіне көмектеседі. Сондай да бір кішкентай қадамдарға, мысалы, мен бір мейрамханада отырмын. Осы мейрамхана қызметкерінің маған жасаған қызметін бағалауым. Сол бір қызметкерге чаевый дейміз, яғни сол қызмет үшін 200 теңге, 500 теңге, 1000 теңгені өзінің қалтасына беру. Осындай кішкентай қадамдарымыз арқылы біз өзіміздің үлкен мақсаттарымызды жақындатамыз. Сондықтан мен арман мақсаттарыма жету үшін не істеуім керек деп басымызды қатырып жүргенше, осындай қол жетімді, былайша айтқанда, қадамдарды жасай бергеніміз абзал. Сол бір қадамдарымыз біздің үлкенді кішілі мақсаттарымызды жақындатады.